Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бастай берейік бар адамдармен, иә? Бастай беріңіздер, саламатсыз. Аха, менің экраным көрініп тұр ма сіздерге? Наверное, подключиться десем. Нұрал Даман дейді. Мне нужен на нем жас. Құрметті әріптестер, мен Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданы білім бөлімінің Баршын-Терек мектебінің математика пән мұғалімі Баймұхамедова Гүлшат Ришатовнамын. Қазіргі таңда педагог сарапшымын. Мен сіздерге таныстырғалы отырған оқу жинағым функционалдық сауаттылық математикада. Бұл жинағымның мақсаты мен сіздерді таныстырып өтсем. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және дамыту болып табылады, және математикалық түсініктер мен ұғымдарды өмірмен байланыстыра отырып меңгерту, логикалық және сыни ойлау қабілеттерін жетілдіру, оқушылардың шығармашылық әлеуетін ашу, зерттеушілік және өз бетімен жұмыс дағдыларын қалыптастыру. Сондай-ақ математиканы оқытудың қолданбалы бағыттылығын арттыру болып табылады. Оқу жинағының міндеттері: мектеп бағдарламасын тереңдете оқыту арқылы танымдық қызығушылықты арттыру, білім беру саласын тәжірибелік тапсырмалармен бекіту. Сондай-ақ математикалық ұғымдарды басқа пәндермен пәнаралық байланыста түсіндіру, оқушыларды шығармашылыққа, дербестікке баулу, теориялық білімді өмірлік жағдаяттарға бейімдеу, жоғары сынып оқушыларына арналған ғылыми жобалар мен олимпиадаларға дайындықты жеңілдету. Жинақ мазмұнымен таныстыра кетсем сіздерді, жинақ мазмұны сындарлы оқыту теориясына негізделген. Бұл теория оқушының тұлғалық ерекшеліктерін ескеріп, пәнді терең түсінуге және алған білімін өмірлік жағдаятта қолдануға бағыттайды. Сындарлы оқытудың ерекшеліктері: білімді жаттау емес, түсініп меңгеру, оқушының өзіндік пікірі мен ой тұжырымын қалыптастыру, білімді тәжірибе арқылы бекіту, шынайы өмірмен байланысты практикалық тапсырмаларды орындау. Бұл жинақта жоғары сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған келесі тақырыптар қамтылған: сандық тізбектер мен шамалардың модасы, медианасы, өзгеріс ауқымы, мәліметтерді талдау, салыстыру, қорытынды жасау дағдыларын қалыптастыру үшін қамтылған, және масштаб, пайыз, жиындар мен уақыт, адам жасы деген тақырыпта нақты өмірлік есептерге негізделген қозғалыстар. Диаграмма және геометриялық фигуралар тақырыптары көрнекілік арқылы ақпаратты түсініп, өңдеу дағдыларын дамыту мақсатында алынып отыр. Енді бірнеше бөлімдерге тоқталып өтетін болсақ, тақырыптарға. Бұл жерде мысалы кітап бетін нөмірлеу деген тақырыпқа бізде функционалдық сауаттылықта оқушыларды дайындау барысында, НТ-да, ОБТ барысында математикалық сауаттылық тақырыбында кездесіп жатады. Сол тақырыпты балаларға шолу жасап өтетін болсақ, осы тақырыпқа. Күнделікті өмірдегі кей жағдайларда кітаптың бетін цифрлармен нөмірленеді. Есеп шарты бойынша кітап бетін нөмірлеуге пайдаланылған цифрлар саны берілген болса, онда оқушыға сол кітаптың неше беттен тұратынын табуға болады. Кітаптың бетін табу үшін бізде екі формула қолданылады. Біреу, егер де кітап бірінші беттен басталса, онда мына тұрған формуланы қолданамыз. Кітаптың бетін табу үшін n азайту 189 бөлінген 3 қосылған 99
деген формуланы пайдаланамыз, және кітаптың беті бізде 2 таңбалы саннан тұра ма, 3 таңбалы саннан тұра ма, 4 таңбалы саннан тұра ма, міне соған байланысты да мына жерде формуласы көрсетілген. Ал егер де 3-ші беттен басталатын болса, міне бізде 3-ші беттен басталатын болса, онда бізде n-нан 187-ні азайтамыз. Екеуінің айырмашылығы 189 және 187. Осы екі санда ғана айырмашылық болады. Соны балаларға мұқият түсіндіріп өту керек. Себебі кей жағдайда балалар шатастырып алып жатады. 1-ші беттен басталады, 3-ші беттен басталады деген жағдайды ескермей жатады. Осыған мысал қарастыратын болсақ, мысалы 1-ші тапсырмада бізде мынадай есеп берілген. Кітаптың бетін нөмірлеу барысында ең алдымен 600 цифр пайдалануға болады. Сонда кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз дейді. Бұл есепті шешу үшін біз формуланы қолданамыз. Бұл жерде бізде нешінші 1-ші беттен басталады, немесе 3-ші беттен басталады деп жазылмаған. Көбінесе 1-ші беттен басталатын болса, ондай ақпарат берілмейді. 3-ші беттен басталатын болса, сол бізде көрсетіліп тұрады. 3-ші беттен басталғанда деген сияқты. Мына жерде енді бізде 1-ші беттен басталады. Сол себептен n-189 бөлінген 3 қосу 99 деген формуланы пайдаланамыз. Сонда бізде 236 деген сан шығады. Яғни кітапта бізде 236 бет бар деген сөз. Ал енді мына екінші мысалға назар аударатын болсақ, бұл жерде кітаптың бетін нөмірлеу үшін 430 цифр пайдаланылды. Егер кітап 3-ші беттен басталса, осы кітапта барлығы неше беттен екенін анықтаңыз деген тапсырма тұр. Бұл жерде енді есептеу үшін біз кітапта 3-ші беттен басталады деген формуланы пайдаланамыз. Бұл жерде біз мына жерде басылмай қалыпты, кешірім өтінем, жазылмай қалыпты. n азайту 187 бөлінген 3 қосылған 99 деген формуланы пайдаланамыз. Сонда бізде нәтижесінде 180 шығады. Келесі тапсырма, бұл бізде сағаттық және минуттық тілдің арасындағы бұрыштың формуласы. Бұл тапсырмада бізде көбінесе жаңағы нелерде ұбт-да кездесіп жатады, немесе 5-6 сыныптың олимпиада есептерінде бұндай тапсырмалар кездесіп жатады. Сол есепті шығарудың жолын қарастыратын болсақ, бұл жерде міне дайын формуласы бар. Альфа дегеніміз ол бұрыш, S дегеніміз сағат, M дегеніміз минут. Міне осыны пайдаланып, мына берілген есепті шығаруға болады. Қазіргі уақытта сағат 11-ден 25, сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасындағы бұрышты табыңыз деген есеп кездесетін болса, бұл есепті қалай шығарамыз? Бұл есепті шығару үшін біз міне мынау формуланы пайдаланамыз. Қазіргі уақыт 11-ден 25 болғанда сағаттық тіл 11 сағатта, ал минуттық тіл 25 минутта орнатылған. Сағаттық тіл әрбір сағат сайын 30 градусқа қозғалады, ал минуттық тіл әр минут сайын 6 градусқа қозғалады. Бұрышты есептеу үшін алдымен әр тілдің орын ауыстыруын анықтап, содан кейін олар арасындағы айырмашылықты табу керек. Нәтижесінде 192,5 градус болады. Міне мына жердегі формулаға орнына қойып есептесек, солай шығады. 60-ты 11-ге көбейтеміз, азайтамыз, 11-ді 25-ге көбейтеміз. Сосын шыққан нәтижені 2-ге бөлсек, бізде 192,5 градус болады екен. Енді процентке байланысты мәселе есептер. Процентке байланысты мәселе есептерде бізде көптеп кездесіп жатады. Ол бізде процент 5-ші сыныптан басталатын болғандықтан, осы пайызға байланысты есептер ұбт-да да көптеп кездеседі. Бұны да қарастырып өткенді жөн көрдім. Бір санды екінші санға пайызбен немесе жүздік үлеспен көрсету жиі кездеседі. Пайыз терминінің орнына
Бізде мынадай пайыздың белгісі қолданылады. Пайыз дегеніміз бір санның 100-ден 1 бөлігі. Ондық бөлшектерде 0,1 бөлік ол 1 пайызды құрайды дейміз. Мысалы алатын болсақ, 2 пайыз дегеніміз 0,2 тең. 45 пайыз дегеніміз 0,45. Және де басқа да осы сияқты мәндерді пайызды бөлшекпен көрсетуге болады. Пайызды есептеу барысында бізде көбінесе пропорция әдісін қолданып түсіндірген оқушыларға тиімді. Оқушылар пайызды пропорциямен жылдам тез түсініп алады. Енді осыған мысал қарастыратын болсақ, автобустағы жол жүру бағасы 80 теңге, ал оқушыларға 30% жеңілдік жасалған. Гүлдана өзі мен 3 ұлына қанша төлейтінін анықтау керек. Бұл есепті шығару үшін біз мыналарға мән бергеніміз жөн. Оқушы билет үшін 80 теңгенің 30% жеңілдігімен бағасы төленетіндігін ескеруіміз керек. Бұл жағдайда ол дегеніміз 70%-ын ғана алады деген сөз. Яғни 80-нің 70%-ын анықтап аламыз. Оқушы билетіне сонда 80-ді, мысалы 70%-ды бөлікке айналдырсақ 0,7, 80-ді көбейтеміз 0,7-ге, сонда 56 теңге. Яғни бір балаға 56 теңге төленеді деген сөз. Бізде Гүлдананың 3 баласы бар, сол себептен 80 теңгеге қосамыз 3 көбейтілген 56-ны. Сонда бізде шығады 248. Яғни барлығы 248 теңге төлейді. Деген сияқты тапсырмаларды қарастыруға болады. Енді осы оқу жинағымды мектеп оқушыларымен апробациядан өткізу барысында мендегі нәтижелермен сіздерді таныстырып өтейін. Эксперимент алдындағы оқушылар саны, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылар саны 10 болды, орташа нәтиже көрсеткен саны 20 оқушы және төмен нәтиже көрсеткен оқушылар саны 18 оқушы болды. Одан кейін осы оқу жинағындағы берілген тапсырмалармен жұмыс жасау барысында бізде оқушылардың нәтижесінде өзгерістер пайда болды. Мына жерде мен сіздерге диаграмма жүзінде және кесте жүзінде көрсетіп қойдым. Сонда эксперименттің соңында жоғарғы нәтиже көрсеткен оқушылар 15-ке артты, 15 оқушы болды, яғни өзгеріс бізде 50%-ға өзгеріс пайда болды. Орташа бізде 20 оқушы болатын, эксперименттің соңында 26 оқушы болды. Яғни 30%-ға өсті деген сөз. Және төмен оқушылар бізде 18 болатын, эксперименттің соңында 7 оқушыға дейін азайды. Яғни 61%-ға төмендеді. Мына жерде диаграмма жүзінде де соны көрсетіп қойдым. Енді қорытындылай келе, функционалдық сауаттылықты дамыту. Білім берудің сапасын арттырудың негізгі жолы болып табылады. Оқушының логикалық, аналитикалық және практикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру. Оқу бағдарламасына жан-жақты ендірілуі әрбір сабақ өмірмен тығыз байланысты болғанда ғана тиімді нәтиже береді. Яғни әр сабақта осы функционалдық сауаттылыққа байланысты оқушыларға тапсырма беріп отыруымыз қажет. Математикалық функционалдық сауаттылықты дамыту мектептегі математиканың басты мақсатына айналуы тиіс. Оқушыларды өмірге дайындау, оларға өзінен ойлануға, шешім қабылдауға және қоғамда өз орнын табуға мүмкіндік беру. Жүйелі жұмыс арқылы біз саналы, салауатты, өз ісіне жауапты ұрпақ тәрбиелей аламыз. Енді сұрақтарыңыз болса, қандай да бір айтарларыңыз болса, мен сіздерді назарым сіздерде.
Сағат пен минут жаңағыдай тапсырма болды ғой, соны көрсетіп жіберсеңіз. Аха, жақсы. Мына жерде жауап 192,5 деп тұр. Соған байланысты сұрақтар бар. Егер біз мысалы 11,25 дегенді суреттеп қойсақ, онда бір жағынан 192 болады, екінші жағынан 365 минус 192 болады ғой. Аха. Дұрысырағы негізі 360 минус 192,5 болады ғой. Қалай ойлайсыз? Деп көрсетсе болады дейсіз ба? Иә. Иә, солай да көрсетуге болады. Аха, сұрағыңыз орынды. Иә, бізде енді неміз екі бұрышқа бөлінгендіктен 365 азайту 192,5 градус деп алсақ та болады. Сұрағымыз жоқ, сізге тек қана сәттілік. Зерттеушіге өтіп жатсыз ғой. Зерттеушіні алуға тілектеспін. Рахмет. Әмин. Иә, рахмет сізге. Рахмет сіздерге де уақыттарыңызды Сәттілік бөліп. болсын. Рахмет. Уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға көп рахмет. Жақсы, онда сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, сәттілік тілеймін сізге. Рахмет, әмин. Сау болыңыздар.